Мен өз елімде, өз жерімде басы артық керегі жоқ жандаймын. Жалғызсырау деген ауыр күйзеліс. Хан сұлтандар уәде береді, алдайды, ұрлық қылады, зорлық қылады, оны қара қазаққа жабады. Бізге еркеліктің керегі жоқ. Жас балалар есейіп жеткенше, үлкендердің не істегендеріне жете түсінбейді, еліктей береді. Менің іздейін байлығым да малда емес, адамда болмақ. Әр елдің, әр халықтың есі кіріп, есейер кезі бар. Сол кезінде қай халық болса да өзінің елдік болашағын, табан тірер тіршілік тиянақтарын ойланбай қойған емес. Қазақ халқының бір заманда өзінше бір шалқыған кезі де болған сияқты. Соңғы 6 ғасыр бойында нәсіл жат елден шыққан хандар билеп келген ел қайдан оңсын. Бізді жабайы, өзін ақылды көретін ақымақтығы сонша арам ойларын дұрыстап бір күйде алмайды. Қалам, хат білмейтін елде кейбір тіршілік заңдарын афоризмдермен есте қалдырған. Қай халықтың болсын да өсер жолында қандай қабілеті тиянақты болса, сонысына сүйене отырып тәрбиелеу ұтымды болуы керек. Мен қазақтың қазақ болғанына жетерлік еш нәрсе бар деп ойламаймын. Адамның барлық ішкі дүниесінің портреті жүзден көрініп тұрады. Сөйлесек, шындық, әділдік, дұрыстық, ақиқат дегендерді алға ұстай отырып сөйлейік. Ұлы ақындар жәбір жапа, қорлыққа толы қиянатшыл замандарда бір айғай салмай қалған емес. Қай жерде болсын халықтың мұң-мұқтажына құлақ аспаған адам, ол азамат емес, ол халқының бірінші жауы. Россия топырағында біздің демократияның тұқымы өсіп өне қоймас. Біздің патшалықтың барлық баспалдағында мәңгі өзгермейтін бір мінезі өзінен өзгені өсірмейді. Біз сияқты қырсыққа ұшыраған елде қадірлі адамдар елеусіз қала береді. Осы күнге дейін батырлықта, ерлікте, сұлулықта, ақылдылықта хан тұқымында деп келдік. Олар қара қазақтың бойына жараспайтын сияқтанып келді. Сол ескі әдетпен кете беретініміз әлі бар. Сыртынан қанша балағаттасаң да, кездесіп қалғанда мысы жеңе беретін адамдар бар. Үлкен адам кішірейген сайын үлкейе береді екен. Біз сағат санап, күн санап өскен ел емес, замана таңбаларын сана өскен елміз. Фаризаның досы, сенері, мұңдасы, сырласы, атар оғы, берер дәрі, дауасы, поэзиясы болмақты. Жазғытұры жайлауға бет алған бірінші көш, мал ұстаған елдің жыл сайынға болып тұратын табиғи көрмесі. Таңдарлық қыз әрі есті, әрі сұлу болу керек емес пе? Сұлулығы жеңсе, есінен айырылып қалатын, естілігі жеңсе, сұлулығынан айырылып қалатын қыздар аз болмайды. Естілігі толыққан сайын, сұлулығы да толыға беретіндері де болады. Байдың малы қымбат, кедейдің жаны қымбат. Жүзге тұратын бірден айырылып, бірге тұрмайтын жүздерге қалған екенбіз ғой. Еліміздің ұйтқысы, әдет ғұрпымыз, оны шайқалтпауды ойлайтын кезіміз осы. Дау қуған ел жауығар, қумаған сауығар. Шала істеген іс жаман, шала піскен ас жаман. Еркектің көркі ақылында. Сындырмай кек болатты ие білген ұлпандай адам қайда. Адалдығына қарасаң әулие ме дерсің, ерлігіне қарасаң еркек пе деп қаларсың ұлпанды. Асыл сөз атқан оқтай жай кетпейді. Халқымыздың өзін өзі басқаратын осы ұлы арманын орындап шығуға өз өміріміз жетпесе, үрім бұтаққа аманат етеміз. Ел дегеніміз жетім қоз емес, еміздікпен асырай алмайсың.
Кім бағынышты болса, сол кінәлі болады. Ұрлық, қарлық, зұлымдық, зорлық, қиянат сияқты қылмыстар өше берудің орнына өсе берсе, сол қылмыстардың бәрі де басқарушылардың өз бастарында болғаны. Елдің ертеңгі күнін ойлайтын да бір адам болу керек шығар, солмын мен. Сөзді қалай болса, солай пайдалана берсең, сөздің жүзі мұқалып, ұшы майырылады. Айтайын дегеннің құлаққа қонбайды. Отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Бар мен жоқтың, асыл мен жасықтың мөлшерін салыстыру арқылы ғана танылмақ. Мен сақтанбай сөйлейтін адаммын. Өкшелес буын, ойыңа қараймын. Өзім ұшып кете алмаған биікті сендерге тілеймін. Өзің аспанда, ойың төменде жүргенше, өзің төменде, ойың аспанда жүрсін жаным. Әке ызғары оларға қазір-ақ керек-ақ. Азияның аясына, Африканың ыстығына шыдар ұрпақ керек. Ақыр заман боларда барлық бәлелердің есігі ашылып кетеді екен. Судың тазалығын үйретейік, желдің еркелігін үйретейік, ағаштардың жайқалуын үйретейік, күннің жылылығын үйретейік, ата-ананың достығын үйретейік. Балаларымызды әуелі ата-ананың мейіріміне, махаббатына бөлейік. Қазақ халқы қазақ атанудан әлдеқашан бұрын мал баққан ел. Қазақ ұйқысы қанған халық, ұйқысы қалған халық. Әр ел өз ерлігін көтере айтқанда жеңген жауының осал еместігін қоса айтады. Тек ірілік қана аңызға айналады. Жер суынан айырылған елде не билік болады? Ойланбай істеген қызмет өкініш тудырады. Біз даланың ессіз ерлеріміз ғой, көзге түрткенде ғана селк етеміз. Тіл салақ сөйлеуден бұзылады. Көбіктің көлеңкесінде ғана елес беретін ойлар болады. Ойға сепкенің өспей қалмайды. Ақылдылықтың да пайдасы тиеді, ақымақтың да пайдасы тиеді. Алғашқысын әр кезде күтесің, соңғысы өзі келіп ұрынады. Ой да тұтқындалады. Жұртқа жұмыс істеуді үйретуден гөрі, жұмыс істеуіне бөгет жасамауды үйрену керек. Екі дүниеде жырласақ, ана ерлігін, ананың өжеттігін жырлайық та. Үлкен орын кішкентай адамдарды кішірейтіп жібереді. Үлкен адамды үлкейте түседі. Әр кезде қоғам тіршілігі өнімсіздікке ұшырап, іштей жұтай бастағанда, заман әуеніне қарай не дінге, не саясатқа қамшы басады. Көркем айтылған ой ұлы, ойландыра алған сұлулық ұлы. Адамға адам сөзге сөз жарығында көлеңкесінде түсіріп тұрады. Біз жиылсақ көппіз, жайылсақ жоқпыз. Құрмет құрметті адамға ғана жарасады. Дұрыс жолға қойылған дене шынықтыру ойындары оқу білім алуға бөгет емес, қайта бойды сергітіп, ойына жәрдем ететін нәрсе. Оқыс сөз одыраң мінез, үлгісі жоқ ұлдың, кер кеткен қыздың белгісі. Менің тірлігім үмітімде, үмітім өз қолымда емес. Біз 15 ғасырда қазақ деген ел болып біріккенімізді Ұлытаудың көк тасына қашап басқан ру таңбаларымен куәландырылған ел едік. Бірігеміз, бір ел боламыз деп анттасқанымыз да сол. Конституциямыз да сол тасқа басылған таңба. Қазір маған аттың орнына космос кемесін бейнеле десе, мен соны жаза алмас едім. Ескірген еңбекті жұрттан бұрын жазушының өзі сезуге тиіс.
Қазақ деген ел бостандық, азаттық сүйетін, даланы, таза ауаны, таза суды, таза көгалды сүйетін халық. Біз жарты ғасыр бойында бастық не айтса соны мақұлдап келеміз. Осының өзі ойлану, ойлау дегенді өсіру орнына өшіре бермес пе екен? Әй, солай ететіндер болар. Қазақ елі өз мұңын өзі ойлап, өзі ізденіп тіршілік деген кең майданда сыналған ел. Адам ойының портретін жүзінен көруге болады. Ақын заман бір күндік те емес, бүгіндік те емес. Оның кешегісі бүгіндік, бүгінгісі ертеңдік. Кездейсоқтықтың да себебі болады. Жазушы еңбегі түптеп келгенде санмен емес сапамен өлшенеді.